Ертеде бір кішкентай ауылдың шетінде елдің бәрі қорқатын ерекше бір кемпір өмір сүріпті. Бұл мыстан кемпір еді. Жасы үлкен болса да, айласы мен ақылы асқан жан болатын. Ол түрлі дәрілер қайнатып, сиқырды меңгеріп, жұмбақтарды жақсы көретін. Ауыл адамдары мыстан кемпірдің үйінің қасынан қорқып өтетін. Мыстан кемпір тек сиқыршы емес еді. Ол көпті көрген, өмірдің талай құпиясын білетін жан болатын. Мыстан кемпірдің өткір көзқарасы көп адамға тыныштық бермеді. Сол күні оны ауылдан қумақ болған бір топ батыр жолға шықты. Кеш батып келе жатты. Ауыл ерлері сыбырласып, ақырын қадаммен мыстан кемпірдің үй жағына бара жатты. Ауылдың шетіндегі сол бір үй, жол да соған апарады. Жұрттың сыбыры да, күмәні де сол жерге тірелетін. Қараңғылық қоюлана бастады. Ауыл адамдары келе жатыр. Қадамдары сенімсіз, жүректері күмәнге толы еді. Мыстан кемпір қонақтардың келе жатқанын әлде қашан сезіп қойған еді. Мыстан кемпір асықпай үйінен шықты. Ол олардың не үшін келгенін жақсы білетін. Мыстан кемпір олардың әрқайсына қарап шықты. Оның бір ғана көзқарасының өзі адамның ішін толқытатын еді. Мыстан кемпір үйінің табалдырығында тұрып, оларға күле қарады. Ауыл адамдары бір-біріне қарап, сыбырласып тұрды. Ақыры біреуі алға шықты. Мыстан кемпір, бірақ ауылда адамдар сенен қорқады, сондықтан біз сені ауылдан кетсең дейміз. Сонда сендер мені осылай ғана қорқытып кетіре аламыз деп ойладыңдар ма? Мен сендерге бір ғана шарт қоямын. Жұмбағымды шешсеңдер, еркін кетесіңдер. Ал шеше алмасаңдар, өздерің білесіңдер. Онда тыңдаңдар. Менің жұмбағым бар. Өмірдің басы мен соңы менің қолымда, бірақ көрінбейді. Бұл не? Егер сендер менің жұмбағымды шешсеңдер, мен адамдарды енді қорқытпаймын. Ал егер жұмбағымды шеше алмасаңдар, осы ағаштың түбінде қаласыңдар. Мәңгіге. Жарайды, мыстан кемпір. Біз шарттарыңды қабылдаймыз. Егер жұмбағыңды шеше алмасақ, ағаштың түбінде қалуға да дайынбыз. Онда ойлануға дайын болыңдар. Жұмбағымды тағы бір рет тыңдаңдар. Өмірдің басы мен соңы менің қолымда, бірақ ол көзге көрінбейді. Айтыңдаршы, бұл не? Бұл не болуы мүмкін? Көрінбейді, бірақ бәрін билейді дейді. Өмірдің басы мен соңы. Күндер өтті, бірақ жұмбақтың жауабы табылмады. Уақыт өтіп жатты. Неше күн өтті. Ер адамдарымыз әлі оралмады ғой? Мыстан кемпір бірдеңе істеп қойған жоқ па? Егер олар әлі келмесе, демек бірдеңе болған. Мен барып, бәрін өзім көруім керек. Осылайша кішкентай бала батыл шешім қабылдады. Жолға аттанды. Бала орманға тереңдей түсті. Қорқыныш бар еді, бірақ жүрегінде батылдық одан да күшті болды. Орман арасынан бала бір үйді көрді. Бұл мыстан кемпірдің үйі еді. Неге әлі жауап таппадыңдар? Осындай жүріспен мен мәңгі қалатын сияқтысыңдар. Ал мұның бәрін орман арасынан бір бала көріп тұр еді. О, бізге қонақ келген сияқты ғой? Жақында, батыл бала, бері кел. Жарайды, батыл бала. Ендеше сен менің жұмбағымды шешіп көр. Егер дұрыс жауап берсең, мен мына адамдарды босатамын. Тыңда, бала. Өмірдің басы мен соңы менің қолымда, бірақ көрінбейді. Бұл не? Бала ойланып қалды. Бұл жұмбақ жай жұмбақ емес еді. Оның артында үлкен мән жатыр. Менің ойымша дұрыс жауабы уақыт. Дұрыс айтасың, балақай. Балақай, сенің жауабың дұрыс. Ол әрине уақыт. Мен уәдемде тұрамын.
барлық адамдарды босатамын. Ақыл мен батылдық кез келген күштен мықты. Осымен балалар ертегіде аяқталып қалды. Сол күннен бастап Мыстан кемпір ешкімді мазаламай тыныш өмір сүріпті.